Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сыныптың 9-шы сабағы. Бірінші есепте масса бірліктерінің өзара байланысын есіңе түсір дейді. Арман киттің массасы 3 тонна, Әлия киттің массасы 30 тонна, ал Айна киттің массасы 3000 килограмм екендігін айтты. Олардың қайсысы дұрыс айтты? Арман киттің массасы 3 тонна, айтты дедік қой. 3 тоннамыз балалар 3000 килограмм. 30 центнеріміз 300 килограмм. 3000 килограмм. Сонда барлығы да дұрыс айтқан. Әсінде жаздық 1 килограмм 1000 грамм, 1 тонна 1000 килограмм, 1 центнер 100 килограмм, 1 тонна 10 центнер. Екінші миллиграммен нені өлшейтінін қара. Өз мысалдарыңды ұсын. Кейбір дәрумендер мен дәрілер, сырғалар мен сақиналардың құрамындағы алмаз, алтын, күмістер миллиграммен өлшенеді. Үшінші миллиграммен өрнектеп өсу ретімен жаз дейді. 3061 миллиграмм, 4035 миллиграмм, 5200 миллиграмм, 1.020.000 миллиграмм. Әрі қарай оны грамм мен миллиграммен беріп тұрғанда біз миллиграмға айналдырамыз. 5 грамм 200 миллиграмм, 5200 миллиграмм, 3 грамм 61 миллиграмм, 3061 миллиграмм, 4 грамм 35 миллиграмм, 4035 миллиграмм, 1 килограмм 20 грамм бізде болады 1.020.000 миллиграмм. 4 оқы. Төртінші есепте бір облыстың картоп өсірушілері 70.571 тонна картоп жинады, ал облыс халқына 90.000 тонна картоп қажет. Басқа өңірлерден қанша тонна картоп әкелу керек? Жиналған картоп 70.571. Қажетті картоп 90.000 тонна. Әкелінетін картоп қанша дейді? Сонда 90.000-нан 70.571-ді азайтатын болсақ, 19.429 тонна. Басқа өңірлерден картоп әкеліну қажет. Әсінде биылғы жылы бір облысының бағбандары 86.000 килограмм алма жинады. Былтыр бұдан да 6555 килограмм алма кем жиналған. 2 жылда барлығы қанша килограмм алма жиналды? Биылғы жылы 86.000 килограмм алма, былтырғы жылы одан 6555 килограмм кем жиналған. Барлығы 2 жылда қанша деп тұр. 86.000 қосу, жақша ішінде 86.000 азайту 6555, яғни жауабы 165.445 килограмм. Сонда 2 жылда 165.445 килограмм алма жиналған екен. Бысында биыл бір облыстың күріш өсірушілері 502.525 тонна күріш жинады. Былтыр бұдан 5456 тонна күріш кем болды. Алдыңғы жылы былтырғы жылға қарағанда 2315 тонна күріш кем болды. Алдыңғы жылы қанша тонна өнім жиналды? Сонда жақша ішінде 502.525 азайту 5456 азайту 2315 тең болады 494.754. Алдыңғы жылы 494.754 тонна өнім жиналды. 5-тің асы калькуляторды пайдаланып, күзгі, қысқы, көктемгі, жазғы каникулдың әрқайсысы қанша уақытқа созылатындығын есепте дейді. Тәулікпен, әсінде сағатпен, бысында минутпен. Күзгі каникул 1 тәулік, күзгі каникул 7 тәулік, қысқы каникул 10 тәулік, көктемгі каникул 10 тәулік, жазғы каникул 92 тәулік. Күзгі каникул бізде сағатпен 168 сағат, қысқы каникул 240 сағат, көктемгі каникул 240 сағат, жазғы каникул 2208 сағат. Енді минутпен есептейтін болсақ, күзгі каникул 10.080 сағат, қысқы каникул 14.400 минут, көктемгі каникул 14.400 минут, жазғы каникул 132.480 минут.
Бестің әсінде калькуляторда есептеуге арналған қызықты тапсырмалар ойлап тап. Оны сыныптастарын құрастырған тапсырмалармен ауыстыр және орында. 5463 көбейту 54 тең болады 295.002. 237.956-ны бөлеміз 589-ға 404. 365.400-ді 20.300-ге бөлсек 18. 276.760-ға 760 бөлеміз 680 тең болады 407. Алтыншы есеп сандармен ойын ойна, өрнектерді дәптеріңе баған түрінде жаз және есепте дейді. Бізге 7, 6, 2, 1, 0 цифрларының ең кіші және ең үлкен 5 таңбалы сан құрастыр. Олардың айырмасын тап. Айырманы цифрларынан ең үлкен және ең кіші сандар құрастыр. Тағы да айырмасын тап. Амалдар тізбегін осылай 3 рет қайтала дейді. 76.210 ең үлкен сан, 10.267 ең кіші сан. Екеуінің айырмасы 65.943. 96.543 ең үлкен сан, 34.569 ең кіші сан. Екеуінің айырмасы 61.974. Үшіншісі 97.641 ең үлкен сан, 14.679 ең кіші сан. Екеуінің айырмасы 89.962. Жетінші есептің әлия қалаларының арақашықтығын сайттан автокөлік жолдары бойынша білді. Атыраудан қай қала алыс орналасқан, қанша километр алыс дейді. Атырау Өскемен 3393 километр, Атырау Тараз 2653 километр. Екеуінің арасы қанша деп тұр? Сонда 3393 пен 2653-ті азайтамыз, сонда 74 километр. Атыраудан Өскемен қаласы 3393 километр алыс орналасқандықтан, Атырау Өскемен Атырау Таразға қарағанда 740 километрге алыс. 8-ші тапсырмада өзің тұратын елді мекеннен Нұр-Сұлтан қаласына дейінгі арақашықтық қанша километр екенін анықта. Егер сен Нұр-Сұлтан қаласында тұрсаң, онда Алматы қаласына дейінгі арақашықтықты тап. Өзің тұратын елді мекеннен ең жақын орналасқан үлкен қалаға дейін арақашықтықты анықта. Осы арақашықтықты салыстыр. Нұр-Сұлтан Алматы 1225 километр. Нұр-Сұлтан Қарағанды 2217 километр. Нұр-Сұлтан қаласынан Алматы қаласына алыс орналасқандықтан 1125 километр, 2217 километрден артық. 9-ші есеп. Әлия әкесімен бірге балабақшадан массасы 1 килограмм, 2 килограмм, 3 килограмм, 4 килограмм, 5 6 килограмм және 7 килограмм болатын 7 асқабақ бақшадан жинап алды. Асқабақтарды 4 себетке, әр қайсында массасы бірдей болатындай етіп бөліп салды. Мұны олар қалай орындады? Жинағаны жаңа оқыдым, бөлгені 4-еу. Бір себетте қанша болу үшін 1 қосу 2 қосу 3 қосу 4 қосу 5 қосу 6 қосу 7 барлығы 28 килограмм. 28-де 4-ке бөлсек 7 килограммнан. Бір себетте 7 килограммдық асқабақ, екінші себетте 1 килограммдық 6 килограммдық асқабақ пен 7 килограмм шығады. Үшінші себетке 2 килограмм мен 5 килограммдық асқабақ қалса 7 килограмм шығады. Төртінші себетке 3 килограмм мен 4 килограммдық асқабақты салсақ 7 килограмм шығады. Есепті шығар. Анасы Әлияға 45 қызанақты 3 ыдысқа бөліп сал, екеуіне тең дей. Ал үшіншісіне алдыңғы 2 ыдыстың әрқайсысына қарағанда 2 есе аз сал деп тапсырма берді. Әлия қызанақтарды қалай салады деп ойлайсың дейді. Бірінші ыдысқа 18, екінші ыдыс 18, үшінші ыдыс 9, 18 қосу 18 қосу 9, 45. 11-ші есеп. Есепте және тексер дейді. Бізге 9487 мен 45789-ның айырмасын берген 854.698. Тексеруді оқымай қояйын бұл жерде. 647.802-ге 145.900-ның қосындысы 792.811 болады. 902.156-ның 87.099-ден айырмасы 815.057. 378.992 қосу 524.100-бен
903.000 жауабы 903.092 қосындысының жауабы. 563.000 бұл жерде 563.409.158-ден 56.743.000-ды азайтамыз. Сонда бізде 506.666.158 шығады. Алтыншы есепте 1 миллиардтан 424.360.007-ні аламыз. Сонда бұл есептің жауабы 545.639.993 шығады екен. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.